Ал сәлем достар, бүгін бізде новый видео. Бүгін әділет маған қалаған 10 сағатында береді. Бұрынғы видеоларда білесіздер достар, мен әділетке 24 сағат я деген, әділетке мегада қалаған 10 сағатында берген. Енді әділеттің кезегі, әділет маған магазинді 10 сағатта берген деп жатыр достар. Әділет банкрот боласың бүгін. Қазір енді біз магазинге барадық, үйден шықтық, алып кеттік. Ал әділет, лафа кончилась. Енді сен маған бересің. Қуанышсың оңғана сатап беретініңе? Не сильно дегенсің. Қатты қуанышты емессің ба? Үйреніп қалғансың, мен саған сатап бергенге? Ол кеттік. Анау тұр ғой, 110 магазин деген. Соған барайық. Ал достар, міне магазинге келдік. Мені қолыма кәдені алдым. Ал әліп кеттік. Бірінші мен писті салып дегенсің ба? Бірінші мен яғын кетір әдейін ба? Так, сластена. Вы скрабмал. А біреу кетті. Достар, мен тәтті нәрсе вообще ұнатпаймын. Шоколад, например, тағы не бар? Мандай, мармеладтар ұнатпаймын вообще. Растишка дейсің. Üçüncü Bios aldım. Bios dostlar meni 2 saat ketdi. Bios денсаулыққа пайдалы сөз. Рамиондар. Рамион. Бағарсыңыз не деген необычный рамион. Олдстыры. Қайсыны алсам болады, мынаны ма или мынаны ма? Өзіңіз алыңыз? Мынаны алайық. Необычный деген. Тұрыңарсы. Осыны алдым, 3 сағат кетті. Так, заттар. Как-то тұршта, насты бір зат көрдім мен. Шоколад бой, шоколадный. Вау! Не күштен отырады екен. Әлі сен қалтаңда ақша жоқ болып отыр ғой. Осы білесіз ба, осы бәрі соңында ше, сіз төлейсіз. Жоқ, сен төлейсің. Сен де ютубта ақша табасың ғой? Өзің төле. Так. Жақта не бар? Жақта торг, анау заттар алғым келіп тұрған жоқ, обычный продукты ше. Тек күш заттар алғым келіп тұр. Мынандай рыбка алсыншы. Жақсы көрем осындай рыбка. Сен жақсы көретін зат алуың керек пе? Иә. Рафаэл алайын ба? Әлет Рафаэл алайын ба? Үшімне күшті. Алсаншы? Мақыл бір Рафаэл алайын. Оны молаға береміз мақыл. Бір тофифи алсаншы. Тофифи. Қойш, Рафаэл алайын. Мини деген алыңыз. Мини краусан. Осындай краусандарды жақсы көрем ше. Алсат болды. Кет. Мерси алмайсыз ба? Жоқ. Маған нравится баскетбольный допты алсаншы. Баскетбол ұнатпаймын, футболға тек қана. Тек футбол. Не бұл? Волейбол, баскетбол. Басқаларды да жазып. Айту шапеш. Интересный игрушкалар бар. Марио. 9000 теңге. Супер Марио. Бұл сонда үйге алып қоясың, ол ешқандай ойнамайсың да ол. Йо, Гарри Поттер и шахматы. Ой, мыналарды. Гитара, рок-группа болсачы. Bugatti. Визуализация жасап, Bugatti алайын ба? 9000 теңге. Жоқ, визуализация жасап ше, мынаны алсачы. Ойбай, кухняда жұмыс істеймін. Как раз продукт алып отырып қой. Достар, суға келді, суға. Буратино алсачы, дешевле и полезнее. Ол аласың.
бұл уже 7 сағат болды, шаң сағат болды достар. Так, қалай болса ма? Компот. Компотный. Кажется, компот ешкім кеп жүреді, осындай компот алып. Ал достар, енді хлопья аламын мен. Әлі қай хлопья жақсы? Несквик. Қарасана? Астан сурет. 250 теңге. Стаббафу. Несквик. Несквик жоқ шығар? Жоқ қой. Иә. Андай хлопья аласың? Маған ондай қатты ұнамайды. Ол дұрыс па? Сізге ұнайтын шығар. Көрсетші. Тек шоколадпен аңдып тұрғанда ше. Осы көрсе соқты бе? Как таң, мен текті таңғы аста тек жұмыртқа аламаса, ештеңе жемеймін ше. Білесің ғой, Әлет? Не? Тек жұмыртқа ғана жеймін. Осы разнообразие қайын. Сосын жұмыртқа мен бегун ғана жеймін. В общем, общий санда 8 зат болды ғой. Енді 2 зат қалды. Әлет, білесің бе, алдыңғы бір ретше Жасмин мен Тамириске қалаған 10 затына беремін деген видео түсірдім. Сол кезде Тамирис 2 ретіне шай таңдайды. В общем, ана қоңыраудың түріндегі шай бар. Сондай шай таңдайды. Давай, Тамирис таңда десем, шай алып тұру керек. Бір шай алып, енді екінші затын таңдасам, қайттан бір шай алып тұру. Ал, Тамир, не аласың? Не аңып тұр? Колокольчик? Осыған қарап тұр жаңадан бер. Бұл не бұл? Бұл шай ғой. Шай ғой? Достар, бұл шай ғой. Мен де соларға ұқсап бір шай алайын ба? Ассам шай деген шай. Қоғынбай, Жасмин, Тамирис. Әлі хаят. Қойшы мен шай вообще ұнатпаймын. Шай деген вообще. Одан да сүт алайын бағана хлопьяға, Мен ұнатамын. Одан да бағана хлопьяға сүт алайын. Так, лактель дейді, деревенская дейді. 1 литрлігін ба? Өзіне арзан қылып дегенде 570 теңге қылып андай алам. Муне алам. 3,2% Хотя бы оны алып. Оған теңге 1000 теңге ма? Сонда 200 теңге арзан ғой. Или мынаны. Нан алам, әке салайық. Так, енді бір-ақ затым қалды, соңғы бір затымды жақсылап таңдамасам. Сосын Әлет менің 10 затымды қандай екен білесің ба? Дәл таптың ғой. Қазақтың ұлттық құрты ең қымбатын таңдамасам. Аңғарсаңыздар, не деген смайликтер. Қойшы деген таңдасаңыздар, нандай таңдайын ба? Алай, дәу. Андайша көп. Осында кішкентайлар ұнайды маған. Дәуден көрі. Вообще төлсушілер тұр ғой қарсы. Майнкрафт па? Майнкрафт. Мынандай алам үшін. Ең дәуін 900 теңге. Мақыл? Мынаны хотя бы 800. Қойшей, мынандай ал. Бұл тәдөш төленді. Ал достар, міне үйге келдік. Міне осындай Рафаэлла алды Әлет. Мен андай Мерси алдым мамаға. Кетіп мамаға сыйлайық, Бақылын залдап отыр. Кеттік. Мама, сізге подарка. Міне Мерси мен Рафаэлла. Ой, рахмет. Не құрмет бересіңдер? Әшейін? Әшейін ба? Рахмет. Без повода ғой. Просто вазаны сындырып алдық деп өтем. Мамаларыңыз осылай қуантып жүріңіздер. Рахмет. Қуантып ғой. Дөшке маған бүгін 10 зат әперді ғой, қалаған 10 затымды. Әдет па? Сізге осындай Рафаэлла әпер, ал ананы мен әпердім. Рахмет қалдарым. Көрме маған мәз болып қалды. Мәз болып қалдым ғой. Ане достар, біз үйге келдік, сосын мамамызға көшті подарка жасадық. Әлет маған қалаған 10 затымды әперді. Әлетке лайк басуды ұмытпаңыздар. Молодец, Әлет. Бәрін өзі төледі ғой, ешқайсысына төлеген жоқпын мен. Және де достар, алда қызықты видеолар шығады. Және де оларды өткізіп алмас үшін қоңырау басыңыздар, және де подписка батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Ал достар, егер де осы видео ролик ұнаса, лайк және подписка жасауды ұмытпаңыздар.